Қазақстан арақ ішуші елдердің арасында алғашқы бестікке ілінді. Елімізде 200 мың маскүнем бар. Халықаралық ұйымдар жасаған осы іспетті статистикалық мәліметтер соңғы кездері жиілеп кетті. Естіген құлақтың сенуі қиын әрине. Алайда елімізде тұрғындары мүлде арақ ішпейтін, ал дүкендерінде ішімдік сатылмайтын елді мекендерде бар болып шықты. Берекелі ауылдарға әріптесім Талғат Уәли барып келген болатын. Арнайы репортажға назар салыңыздар. Біз қазақ бұл күндері кіммен доспыз? Адасып, айдалада жүрген көшпіз. Араптың тіліндегі діммен емес, арақтың түбіндегі жыммен доспыз. Ащысудың залалын ақындар жырлап, ғалымдар дәлелдеп, дін өкілдері уағыздап жатыр, шамалары жеткенше. Алайда нәтиже тышқанның жабуындай ғана болыптыр. Бірақ біздің айтпағымыз бұл емес. Біле білсеңіз, елімізде мүлдем арақ ішілмейтін, һәм сатылмайтын ауылдарда бар екен. Осыны естіп, өз көзімізбен көрмекке жолға шықтық. Алғашқысы Ақмола облысына қарасты Сандықта ауданындағы Красная Поляна ауылы. У нас, можно сказать, что участковый практически безработный человек. Біздің учаскелік инспектор жұмыссыздар қатарында деп айтуға да болады. Әрине бұл қалжың, бірақ арақ ішілмегеннен кейін ауылда қылмыс жоқ. Сондықтан тәртіп сақшысының жұмысы да жеңіл. Бұл ауылдың іргесі 1863 жылға қаланған. Ішпеді емес, мұндағы жұртта сайтан суды ұрттауға кезінде құмар болған. Алайда осыдан 9 жыл бұрын ішімдікке тойып алған жастар бір қарияны өлімші етіп сабап тастады дейді тұрғындар. Осыдан кейін ауыл ақсақалдары дүкендерде арақ саттырмауға уағдаласып, жұрт бұл бастаманы құптап кеткен. Қазір 1000-нан астам тұрғыны бар ауылда арақ жоқ. Қызығы сол 9 жылдан бері бірде-бір қылмыс та тіркелмепті. Сколько я себя помню. Қазір біздің ауылдағы үйлерде есігіне құлып салмайды. Ауыл тұрғындары, көршілер арасында бір-біріне деген сенім бар. Алшыққа жол жүретін болсам ғана есікке құлып саламын. Оның өзінде кілтінің қайда тұратынын көршілерім білет. Қажет затын алып қайта жауып қояды. Бұл ауылда тұратын 1043 адам арақ ішпейді, ал дүкендерде ішімдік сатылмайды деген сөз бізге дәлел болсын. Біз қазір алдымыздан шыққанына бірінші дүкенге кіреміз. Сұрайық, ішінде шынымен ішімдік сатылады ма, жоқ па? Сәлеметсіз бе? Водка есть? Водки нет. Вино? Вино тоже нет. Пиво, шампанское? Ничего такого нет. Ауыл халқының үшеуі қазақ, үшеуі неміс, 14-і орыс, ал қалғандары шешен ұлтының өкілдері. Біз мектепте әр мерекелерде қазақ халқының салт дәстүрлерді көрсетеміз. Көрсеткені келген қонақтарға, оқушыларға өте ұнайды. Бұл ауылдың үйлерінде құлып жоқ екен деп таңғалып жүргенімізде тағы бір ерекше жаңалықты естідік. Мұнда ит те жоқ екен. Мал бағуға көмектесетін шопанымыздың жалғыз иті бар еді, ол да қартайып өлді дейді тұрғындар. Рас, ойлап көріңізші, қылмыс пен ұрлық-қарлық жоқ ауылға иттің не керегі бар? Ал енді біз ауылдағы жалғыз спирті бар жерге келе жатырмыз. Бұл медициналық пункт. Мұндағы спирттің өзі ішуге емес, науқастарға екпе жасау үшін ғана пайдаланылады екен. Ауылда бар спирттің қоры 300 грамм ғана болып шықты. Вот только здесь вы можете его найти, больше нигде. Чисто медицинский спирт, который мы используем для медицинских целей. Ал бұл осы ауылдағы жалғыз қазақ отбасы. Отағасы Серік пен оның әйелі және осы ауылда дүниеге келген тұңғыш қазақ баласы Нұрсұлтан. Бұнда негізі жалпы айта келе тұрып жатқанымызға ыңғайлы, ешқандай шеттеу болмайды. Жалпы енді бұл да ауыл енді осы жерде шешен ұлты бірыңғай тұрғандықтан, мұнда мен басқа жерде тұрғанымды сезінбеймін. Осы жалпы Қазақстан ауылы. Елге үлгі боларлықтай Красная Поляна ауылы міне осындай. Біз тағы да жолға шықтық. Естуімізше еліміздің солтүстігінде де тұрғындары ащы суды татып алмайтын тағы бір ауыл бар екен. Қаймағы бұзылмаған бұл қандай мекен болды? Көзімізбен көріп, тұрғындарымен танысып қайтайық. Талай шақырымды артқа тастап, солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданына қарасты Теңдік елді мекеніне де жеттік. Мұндағы жұртта 2003 жылғы Рамазан айында арақты қою туралы Әбсаттар қажының бастамасына іспен жауап қайтарыпты. Қасиеттай біткеннен кейін де ауылдықтар жақсы бастаманы жалғастырып, той-томалақтың барлығын қымыз-қымранмен атап өтуді дәстүрге айналдырған. Арақсыз өткіздік. Қандай тамаша, жақсы ойын той өтті. Ешкім
Осы арақ ішпедік ау деген естімедік. Орынбай ақсақал осы ауылдағы жалғыз қажы. Қазір мұнда көшіп келген қандастарға да баспана салып беріп отыр. Ал 2001 жылы өз қаражатына 150 орындық мынандай зәулім мешіт тұрғызыпты. Бірталай материал жинағамды, үй салам деп. Сол ойладым енді, мен далада отырған жоқпын, үй бар ғой. Мына жаңа заман келді. Жастарды рухани тәрбие беру керек, жаңа жолға бағыттау керек, жас ұрпақты тәрбиелеуге осы мешітті салуға ниет қылдық. Бұл ауылдағы дүкендердің сөрелерінде де арақ атаулы атымен жоқ. Ішімдік бұлай тұрсын, 12 жылдан бері мұнда темекі, тіпті харам саналатын шұжықтар да сатылмайды екен. Осымен дүкендерінде ішімдік сатылмайтын және тұрғындары арақ ішпейтін Қазақстандағы ерекше ауылдарға жасаған саяхатымыз аяқталды. Әудем жер жүріп, ел жұртпен танысқандағы біздің мақсат осындай үлгілі ауылдарды өзге де елді мекендерге өнеге ету. Талғат Уәли, Қанат Жұмабек, 7 News.